Меруерт, сіз үшін кеше ғана қыз ғұмырыңыздың нүктесі қойылып, бүгін келін атанып жатсыз. Келіндік өмір дейтін өзі бір бөлек әлем. Сондықтан да қазір таныса кетейік. Меруерттің кімі боламыз? Келіні. Меруерттің келіні? Ау? Мен жолдасыммен апаның арасы 10 күн, сол келін боламын. Сонда 10 күн өткен қайнапаңыз ба? Құтты болсын. Неше түр бар екен? Так, келін болғанда қанша уақыт болды? 1 жылдан асты. 1 жылдан асты. Сіз? Мен бөле жеңешесі боламын. Келін болғаныңызға? 12 жыл. Сіз? 9 ай. Не бар? Кім боламыз? Әкежанның группаласының келіншегі. Әкежанның группаласының келіншегі. Сіз? Мен Әкежанның бөлесінің келіншегі. Қанша жыл болды келін болғаныңызға? 10 жыл. 10 жыл не болды? Анық болды. 15 жылға қарап баратыр. Қарап баратыр? Бұны былай қарамай жүрмеді, мойындамай жүрмеді. Сіз? Мен Әкежанның нағашы шешесі. Келін болғаныңызға? 9 жыл. 9 жыл болды. Әкежанның досының әйелі. Досының әйелі келін болғаныңызға? 4 жыл. 4 жыл? Пока өмір күшті сияқты 4 жыл деп күшті болмайды ғой. Бері қарай келіңіз. 9 айдан бастайық. Меруерт, айналайын Меруерт, келіндік өмір таңертең подъемнан басталады. Күнделікті өмірден кім боламыз? Есіміңіз? Қамшат. Қай ауылдың келіні? Есентемір ауылы. Есентемір ауылы. Бұл жерде Есентемірлерден ешкім жоқ ау деймін. Бар ма Есентемірлер? Қайда? Сіздер Есентемір деген. Апа, сіз кім боласыз? Сарыөлектегі апа. Сіз кім боласыз? Той ешті, қазір сізбен потом сөйлесейін, апа, күтіңіз. Кет. Таңертең, жігіттер. Таңертең подъем нешеде? 9 ай болған келін. Басында таңғы 6-ға еді қазір. Тоқта. Басында таңғы 6-ға еді дейді. Қазір? 8-де. Жайма. Сіздікі әлі 9 жыл болған жоқ, 9 ай ғана болды ғой сіздікі. Ал кеттік. Басында содан соңында 8-де тұрыңызға не себеп болды? Ата-енем өзі рұқсат берді. Өздері 9-ға дейін ұйықтайды. Ал өздері рұқсат берген. Басында таң атпай 6-та тұрып сіз шай берем деп, ол кісілерде таңертең ерте тұрған алғашқысы келіннің шай ішейін деп бір-бірлеріңізді шаршағансыздар ғой. Қазір 9-да тұра ма? Сіз нешеде тұрасыз? 8-де. Шайнекті кім қоярды? Мен. Нешеден бастап ішесіздер? 8-жарымда бәрі жайлап жинады. Үйдегілер 9-да тұрып жүрді, 8-жарымда шай ішіп жүрсең қалай? Ерте баққан жеріне апарып бересіз ба? Менің кіші ата-енем бар, үлкен ата-енем бар. Үлкен ата-енем басында келеді, кіші ата-енем сосын. Сіз өзі немен қалдайсыз ба? Сеанспен бірдеңмен қалдайсыз ба өзіңіз? Бір емес, қос бірдей ата-ене бағып отқан кішкентай келінге рахмет. Меруерттің өзінің келіні. Меруерт еше өзі келін болып отыр. Қызық. Таңертең подъем нешеде? Таңертең 7:30-дан басталады. Түсінген жоқ. 7:30-дан басталады. 7:30-дан басталады деп не болды? Сонда 7:30-дан бастап бір көзіңізді ашасыз. 8-ге 15 болғанда екінші көзіңізді ашасыз. Сөйтіп басталады ма өзі процесс? Кино сияқты қалай болды? Өзі нешеге дейін жатасыз да? Анық, соңғы жағы неше түрді бар екен осы? 7:30-да басталып? 7:40-да. Осы подъем 7:40-да солай ма? Или 8-де? 7:40-да. Чайнек нешеде қоясыз? 7:45-те. Прямо уақытымен кетіп жатыр, 40-та тұрады, 45-те. Сонда 44-те қарап отырасыз ба чайнекке? Қазір 45 болған кезде қоямын. Нешеден бастап шай ішесіздер үйдегілер? Жолдасым ұйқыдан тұрғанда. Жолдасы қашан тұрады үйіңізде? 8-де. Ата-енеңіз жоқ? Әртүрлі. 11-де, 10-да. 11-де, 10-да? Сіз жаңағы ол кісілердің ұйықтайын отқан кезде ана апа сияқты бірдеңе түсіріп беріңдер тауып қамайсыз ба екен сөзді чайда? Не алған 11-ге дейін не қыдырып қоясыз ба? Рахмет, қошемет құрметтеріңіз болсын. 9 ай, 2 жыл, одан кейін 4 жыл. Бері қарай келіңіз, әулетте кім боламыз? Достары боласыз, е? Есіміңіз?
Ақмарал тағден бәлем нешеде? 7,5. Шын ба? Шайдық қойып стол жаям, өздеріп шешеріміз ет болды. Тоқта, мына қыз шай мейінен тұрағымыз емес қой. Шайдың қойымды кетіп қалам дейді. Стол жаям, бәрі дайын болам, өздеріп шешеріміз ет. Басқа жұмыстарды жасай берем. Сонда өзіңіз бірге шай ішмейсіз ба не? Шайға жоқ ба? Сонда өзім шай ішпеймін, өзіңдерің шай беріп кетіп қаласыз ба не? Өздері ішін ақтамай еген болды. Сіздің берген шайыңыз ұнамай жүр ме? Жоқ, кеп кетем. Кеп кетем? Сіз сонда бақылашып кеп кетесіз ба оны? Бір кезден кейін екіншіге сен сұрайды мысалы. Жоқ, арасына кеп тұрамын, кеп кетуші. Не істеп жүріңдіңіз өзі? Шай бересіз ба, кеп кетесіз ба, қалай өзі? Просто өздеріңіз іше береміз ет болды. Бір-біріңізді ұяласыздар ма? Білмеймін, мен бірінші көріп айтып келіп шай беріп жүрген келінге. Ой, тамаша, өздерінен көрген болса болды, 4 жыл болған келді тамаша. Одан кейін сіз келіңіз бері қарай. Қанша 9 жыл ғой, по-моему. Кім боламыз? Нағаш жеңгесі. Нағаш жеңгесі үйден кім келіп отыр? Енем. Прямо үйде ене деп айтасыз ба? Жоқ, мама. Енді мамам келіп отыр айтпайсыз ба? Қай жерде, мамам қай жерде отыр? Мамасының жерде отыр екен ба? Мамасы бетін ұстап бетін төмен қарап отыр ғой случайно. Ал кеттік. Дым өтірік айтуға шанс жоқ, енеңіз қарап отыр не жерде. Таңертең подъем нешеде? Бірінші мен тұрам, сосын мама тұрады. Чайник не болып отыр? Мама тұрғасын қоям. Мама тұрғасын қоям? Мама нешеде тұрады? Мен бірінші тұрам, сосын мама мен. Ай, үйде сағат жоқ па өзім? Мама нешеде тұрады деймін? Мен тұрам, мама тұрады деп емес? Мен нешеде тұрам, сосын тұрады мама. Осындай да болады екен ғой. Мен бірінші тұрам дейді. Содан кейін енем тұрады дейді. Сіз нешеде тұрасыз? Әріңіз әртүрлі. Соны анашысы сіз тұрмайды, сонда тұра алмай ма? Бәлше тұруға болмай ма не ол кісіге? Өзі тұрмайды, сол мен тұрғанды күтіп жатыр. Бірдеме не топ? Бірдеме болған. Мен тұрмайынша енеңіз тұрмайды деген не сөз ол? Енеңіз қай жерде? Мамасы. Студияға енеңізді шақырайын. Шындық па, әлде басқа ма? Рахмет. Сіздің будильнигіңіз келіп бі? Таңертеңгілік келіннен кейін тұрады дейді ғой сіздің. Келіннің алдында оянып кеткен уақытыңызда мәссаған, мен неге ояндым деп қайтадан ұйықтап қалмайсыз ба әйтеуір? Келіннен кейін тұруға не себеп болады мамамыз? Осы күнгі андай керемет ресторанға жиналған барлық келіннен менің келімдей келін болса армандарым жоқ. Стоп, өтірік ақтамаңыз келдіңіз. Ондай әңгіме одан мен сұрақты тіке қойып отырмын. Келініңізден кейін неге тұрасыз? Неге арасында байқамай ерте тұрып қалған кезіңіз болды ма? Ерте тұрған кезіңізде келіңіз жат деп ұстаттамай ма айтасыз? Не болады жағдай? Келінім бұрын тұрып балаларды балабақшаға мектепке дайындайды. Сіз ше? Соның тықырынан тұрам. Бұл кісінің политикасы түсінікті болды. Балабақшаны киіндіруге, ерінуге келінді жұмсап қояды деп, бұл кісі от души демал болатын болып тұр сондықтан. Рахмет, жақсы көрдіңіз сыйлаған, бөле қойып өттің, е? Сонда бір күні 12-де тұрасыз, ұйықтап қалып дейін бе? Сонда 1-де тұра ма әбет? Білмеймін, әлі түсінбейтін жағдай сұрақтар көп болып тұр менің. Бері қарай келіңіз. Жаңағы Саркөлеңдегі ағамның келіні, ана жақтан миссиямен жүрген ағамның келіні. Енеңіз үйде де сондай ма? Ұйықтап отқан жерден шешек келіп тұрмай ма екен? Ойнап. Қанша жыл болды келін болғаныңызға? 11 жыл.
Өйтіп неге ренжіп айтып тұрсың, ана 11 күнде. Таңертең подъемың нешеде? Когда как-тың өзінің уақыты бар шығар? Кейде 10-да, кейде 12-де. Сіз боғып тұрмай қойсаңызшы. Кейде 10-да, 12-де. Алдабай, 12-де тұрған күніңіз алайық. Қызық болсын. 12-де тұрдық дейді. Үйде кім болады сол кезде? Завтра жоқ обед. Завтра жоқ обед дайындаймыз дейді. Дайындаймыз болғанда, сіз дайындайсыз ба? Енеңіз дайындай ма? Екеулеп. Екеулеп? Сіз сол үйде келінсіз ба? Әлде сол үйде қызы болып жүрсіз ба? Енді мамам ғой. Ойбай, мама, апасыз алдамады, көнбеңіз оған. Ойлап айтам, енесі мен келініне жақсы бір дос екен. Осындай ене мен келін болсын ағайда, қошемет деп қойыңыздар. Үйге барған құшақтасасыздар, жақсы. Мақтағанға бұл түсінерді айтып, келіңіз. Неше жыл? 12 жыл келіннен мастер-класс болсын сіздерге. Таңертең подъем нешеде? 5 күн 6-да. Түсінген жоқпын. 5 күн жұмыс істедім, сағат 6:30-да. Анда ұялып не айтыпсыз? Субботасында сенеде? 10-да. 10-да? Сіз 2 күнде де чай бермейтін сияқтысыз ғой? Жоқ, ішеміз. Таңертең 6-да тұрып біреу ішіп үлгере ме? Сіз ұйықтатқан кезде? Жоқ, бәрі ұйықтады. Бәрі ұйықтағанда кетіп қаласыз 5 күн бойы субботасында сенеде? Сол бәрі де 10-да тұрады. Бәрі де 10-да тұрады. Одан кейін? 6-тан кейін уақытыңыз болғатса, мына кісінің үйіне барып шай беріп кетесіз бе деп отырмын. Ал жақсы, көп қинамай-ақ қояйын, 2 жыл болған екен. Мынау әулеттің қадірменді ағайындар барша келіндеріне бүгін 9 ай болған келіндіге өте керемет бір сыйлық әкеліп беріңіздерші, қадірменді ағайындар. Үлкен осы енесімен үлкен қос ана бағып отқан келінге үлкен рахмет деп қояйық, қадірлі ағайындар. Үлкендеу сыйлықты сізге берейік, арнайы көп. Давай, бері әкеліңіздер, әкеліңіздер. Келіп болса инабатты, бір күндерді сыйнатты.